Истихара намазы. Әйелдер барлық намазды жасырын оқиды. Уақыт кірісімен дәрет алынып дайындық жасалады. Жүзді құблаға қаратып, истихара намазын оқуға ниет еттім деп іште айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. Екі алақанын құблаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху акбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады да қиямға тұрады. Қиям. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Субханак Аллахумма ва бихамдика ва табарак исмук ва та'аля джаддук ва ла илаха гайрук. А'узу мин бисмиллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Истихара намазында қосымша сүрелерден кез келген сүрені оқуға болады. Алайда, алғашқы ракағатта Кафирун сүресін, екінші ракағатта Иқлас сүресін оқу мұстахаб. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасына шпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббиал Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаудан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ етқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құблаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббиал А'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаудан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен бірінші ракағатымыз аяқталды. Екінші ракағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рукух, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббиал Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаудан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ етқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббиал А'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаудан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббиал А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Соңында тәшәһүд отырысы бар. Тәшәһүд отырысында қолдың ұшы тізеге тиіп санның үстіне қойылады. Отырғанда мына дұғаларды оқимыз. Бірінші әт-тәхият дұғасы. Әт-тәхияту лиллахи вассалауату ва таййибат. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك تغسم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Дұғаларын оқып болған соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. Екі иығына сәлем бергеннен кейін екі алақанын жайып төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. Аллахумма айни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. Истихара дұғасы. Уа Алла, шынымен, мен сенен жақсылықты, күш-қуатты және кеңшілігіңді сұраймын. Өйткені менің шамам жетпейтін нәрсеге сен құдіреттісің. Мен білмейтін нәрсені сен білушісің. Сен ғайыпты өте жақсы білесің. Уа Алла, егер осы бастағалы тұрған ісімді дінім, тіршілігім және ақыретім үшін қайырлы деп білсең, онда оны маған нәсіп қыл. Аса қиындатпа, соңын берекелет. Ал егер осы ісімді дінім, тіршілігім және ақыретім үшін жаман деп білсең, онда мені ол істен, ол істі менен аулақ ет. Қай жерде болсам да мен үшін жақсылығыңды жақын ет. Уа жаратқан ием, расында барлық нәрсеге сенің құдіретің жетеді.
Бұхари. Осыдан кейін мәселе айқындалмаса, намаз бен дұғаны 7 күн қайталау қажет. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Әнәс қабылай деді. Әнәс, бір іс жасаған келсе, Раббыңа истихара намазы мен истихара дұғасын 7 рет қайтала. Содан кейін жүрегің қалағанын ойла, жақсылық сол жерде. Истихара намасын күндіз оқуға болатын сияқты, толық ынта бөліп, кешке жатардың алдында да оқуға болады. Алла тағала білінуі үміт етілген істі түсінде ишарат жолдар арқылы білдіруі мүмкін. Жоғарыда көрсетілген истихара дұғасының арабшасын айту шарт емес, қазақша мағынасын айтса да болады. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.